Мемлекет башчысы ағымдағы жылдың 1-қыркүйегіне дейін елге әкелінген шетелдік автокөліктерді бір жолғы заңдастыру туралы жариялады. Бүгінде сол жұмыс қандай деңгейде? Қазіргі уақытта заңнамаға қажетті өзгерістер енгізілуде. Парламент салық кодексіне енгізілген алғашқы түзетулерді қабылдады. Ол заңдастыруға жататын автокөліктерді бастапқы тіркеу үшін төленетін алымды 200 мың теңге көлемінде деп белгіледі. Бір мезгілде екінші заң жобаның аясында экологиялық кодекске түзетулер енгізілуде. Ол жерде заңдастырылатын автокөліктер үшін кәдеге жарату төлемін алып тастау бөлігінде түзетулер енгізіледі. Аталған түзетулер басқа заң жобасы шеңберінде парламентте қаралуда. Одан басқа Ішкі істер министрлігі заңдастыруды жүргізудің тәртібін, шарттары мен мерзімдерін айқындайтын үкімет қаулысының жобасын дайындауда. Аталған жоба ағымдағы жылдың 29 қарашада ашық талқылау рәсімінен өту үшін Ішкі істер министрлігінің ресми сайтына орналастырылды. Қандай көліктер заңдастыруға жатпайды? Ең алдымен іздеуде жүрген немесе толық кедендік тазартудан өтпеген, сондай-ақ 2022 жылдың 1-қыркүйегінен кейін әкелінген автокөліктер. Қазір Қазақстанда қанша шетелдік автокөлік бар? Қазақстанда тұрақты жүрген шетелдік автокөліктердің нақты саны туралы деректер жоқ. Сонымен қатар, ағымдағы жылдың 1-қыркүйегіне дейін шетелдік автокөліктерге 300 мыңнан астам автосақтандыру полистері рәсімделгенін анықтадық. Автосақтандырулардың ең көбі Ресейден келген автокөліктерге берілген, олар шамамен 260 мың, Қырғызстан автокөліктері 25,5 мың және Армения автокөліктері 18 мыңдай болады. Шетелдік автокөліктерді заңдастыру қашан басталады және ол қанша уақытқа созылады? Қажетті заңнамалық өзгерістер күшіне енгеннен кейін және тиісті үкімет қаулысы қабылданғаннан кейін заңдастыру басталады. Бұл ретте заңдастыруды жарты жылдың көлемінде өткізу жоспарлануда. Автокөліктің Қазақстанға кіру күні қалай анықталады? Кіру күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің деректер базасы бойынша айқындалатын болады. Бүгінгі күнде бұл процесс толығымен автоматтандырылған. Сонымен қатар шекара қызметінде көлік құралын әкелу туралы мәліметтер болмаған жағдайда автокөліктің Қазақстанда нақты болу күні автосақтандыру полисінің алғашқы рәсімделген күні бойынша айқындалатын болады. Халық осы заңдастыру аясында оң рульді көліктерді қазақстандық тіркеуге қоя алады ма? Өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысы заңдастырудың 2 критерийін белгілеген болатын. Біріншісі автокөлік іздестіруде болмауы керек, екіншісі кедендік тазалаудан өтуі керек. Егер аталған автокөліктер осы талаптарға сәйкес келсе, әрине оларды тіркеуге ешқандай кедергі болмайды. Автокөліктердің шығарылған жылы мен экологиялық класы бойынша заңдастыруға шектеулер бола ма? Заңдастыруға жататын автокөліктердің жылына және экологиялық класына ешқандай талаптар қойылмайды. Қазақстанда сары номерлерді бере отырып, уақытша тіркелген армян автокөліктеріне заңдастыру қолданыла ма? Біздің елде уақытша тіркелген армян автокөліктерде заңдастыруға жатады. Оларды кедендік декларациялау талап етілмейді. Себебі 2023 жылдың 1-қаңтарынан бастап олар Евразиялық экономикалық одақтың тауарлары болып табылады. Заңдастыру үшін қанша төлеу керек? Негізгі төлем бастапқы тіркеу үшін алым ол 200 мың теңгені құрайды. Қалғаны техпаспорт пен мемлекеттік нөмір үшін алынатын төлемдер. Олар үшін тағы 13.171 теңге төлеу қажет. 2023 жылғы 1-қаңтардан бастап мемлекеттік нөмір мен техникалық паспорт үшін төлем сомасы шамалы өзгереді. Өйткені баждар айлық есептік көрсеткіштерге байланысты есептеледі. Заңдастыру процесі қалай жүретінін қысқаша сипаттай аласыз ба? Заңдастыруға өтінішті электрондық үкімет порталы арқылы немесе арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына
жеке өтініш жасау арқылы беруге болады. Ұсынылған құжаттар мен автокөлік құралын іздестіру базалары бойынша тексереміз. Одан кейін автокөлік арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының тексеру пунктіне агрегаттардың нөмірлерін салыстыру үшін ұсынылады. Содан кейін, егер талап етілсе, автокөлікке кедендік декларациялау жүргізіледі. 200 000 теңге мөлшерінде бастапқы алым, сондай-ақ техпаспорт пен мемлекеттік нөмір үшін мемлекеттік баж төленеді. Тіркеу бекітілгеннен кейін автокөлік иесіне қазақстандық техпаспорт және мемлекеттік нөмір беріледі.